Құтты болсын жаңа базар. Жаңа мен келсем свет жоқ екен. Қараңғыда туған баланың аты абыр-сабыр болады деп. Бір жарықта келейін. Бүгін Бәкеңнің тойына бір ниет қылып шығып ем Шымкент қаласына. Бәкеңе рахмет. Қазақтан мақал бар. Жаманға басың дейме малы бар деп. Жабыға салма тоқым жалы бар деп. Малы барлар көп өмірде. Бірақ мынандай той беріп жатқан азаматтар аз. Бәкеңе рахмет. Алланың нұры жаусын. Жігіттің сұлтаны. Мен де осындай ауылда өскем. Ойлап қалмаңыз. Марстан түсті екен деп. Мен де ауылдың бар. Сосын Бәкеңе ырза болғаным. Не, бұл Бәкеңнің егер Алматыдан әртістер шақырса, ақшасы жетпей қалған жоқ бұл кісінің. Дүниесі бар жігіт. Бірақ бұл кісі көкпарға кім шақырам деп таңдатты әртістердің ішінен. Сөйтіп ет менің анализім ауылда өскен, ат көріп өскен бала. Атқа мініп өскен бала, Оны мінген іштің емес шапқан бөлік. Бүгін осы оңтүстіктің менмін деген палуандардың бәрі келді ағайындар. Ол Бәкеңнің абыройы, жігіттің сұлтанының абыройы жігіттер. Бұл мен ойлап тапқан жоқпыз, Бәкең ойлап тапқан жоқ. Бұл ата-бабаның салты дәстүрі. 60 мың қары деп баяғыда мен айттым ғой. 60 мың қары деп айттым ғой апама. Сол шынымен болып отыр ғой қазір. Білмеймін, пустойлар көп болды деп. Бұл Бәкеңнің пейілі шығар, мынандай, егер әкімшілікке айтып, бүгін көкпар болады.